Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Егер менің парақшам ұнап жатса, менің парақшама жазылып, комментарий жазып, лайк басып отырсаңыздар екен. Және де айдың соңында гороскоп қалай шыққанын маған жазсаңыздар, өте қатты қуанып қалатын боламын. Скорпион сіздерге 2022 жылдың ақпан айына арналған гороскопты қабыл алыңыздар. 1 февральда жаңа ай туады. Ол сіздерге жылжымайтын мүлік секторына, семья секторына түсіп тұр. Басқа үйге көшу, ремонт, немесе үйіңізді жаңадан салып бастауларыңызға өте жақсы. Үйлеріңізге мебель аласыздар. Одан кейін 4-ші дом. Бұл машинаға, жайлылыққа жауап береді. Яғни өміріңіз жайлы болады деген сөз. Одан кейін 4-ші дом документацияға, яғни фамилияңызды ауыстыруға өте жақсы кезең. 4-ші дом тағы да мамаңызды білдіреді. Мамаңызға, ата-анаңызға қонаққа баруыңыз мүмкін. 2 февраль. Ғажайыпқа толы күн. Бұл күні армандарды орындауға, армандарды жазуға, техника, ритуал жасауға жақсы кезең. Тек бір ғана арманыңызды жазсаңыздар және соны орындалуына көп Меркурий көмектеседі. Жалпы армандарыңыз орындалады, бірақ сәл кешігеді. Ал 4 февраль күні Меркурий дұрыс бағытта айналады. Барлық жұмыстарыңыз алға басады. Бұл Меркурий 3-ші домға келіп тұр. Бұл адамдармен көп араласу, техника, компьютер, телефон, кез келген ақпаратқа қатысты болады. Дәл осы күні Солнце Сатурнмен біргеді. Ол 4-ші домға келіп тұр. 4-ші дом айдың басында болған оқиғалар қайталануы мүмкін. Тұратын жеріңізге байланысты бір жаңалықтар болады. Үйіңізде бір өзгерістер болады. Үйіңізге қатысты. Егер басқа квартираға көшетін болсаңыздар, сол квартирада ұзақ тұратын боласыздар. Себебі бұл жерде Сатурн бар. Сатурн деген сөз ұзақ және стабильный деген мағынаны білдіреді. Немесе пропискаға біреуді отырғызасыздар, өздеріңіз пропискаға отыруларыңыз мүмкін. Немесе жаңа паспорт, виза алуларыңыз ғажап емес. Ал 15 февраль күні Меркурий өзінің ойсын ауыстырады. Ол 4-ші домға келіп тұр. Документпен жүгіретін боласыздар. Үйлеріңізге қонақ келуі мүмкін. Посылка алуларыңыз мүмкін. Жаңадан жаңалығы естисіз. Үйіңізге қатысты. Немесе бұл күні ипотекада тұратын адамдарды үйлерінен шығаруы да мүмкін. Немесе осы күні ипотекаға үй сатып алуларыңыз да мүмкін. Үйге қатысты жаңалық болады. Ал 16 февраль күні ай толады. Жалпы ай толғанда эмоцияға толы күн болады. Көптен күткен сұрағыңыздың жауабын аласыздар. Көпшілік алдына шығуға қолайлы. Өз бизнесіңізге реклама жасасаңыздар жақсы. Жұмыста егер болсаңыз, жұмыс жасап жүрсеңіз, бастығыңыз ауысуы мүмкін. Жұмыс жасайтын организацияңызда бір заңдар өзгереді. Жұмыстан шығуыңыз да мүмкін. Должность ауыстырасыз. Жұмысыңызға байланысты басқа үйге көшуіңіз де мүмкін. 19 февраль күні Солнце 5-ші домға түсіп тұр. Бұл махаббатқа, сәттілікке, баланың сәтті болуына көмектесесіз.
отпуск алуыңыз мүмкін. Жарысқа барасыз. Романтикалық қарым-қатынасқа толы ай болады. Жалпы Уран сіздерге одан кейін 7-ші домға келіп тұр екен. Бұл ара қатынасқа аяқ асты өзгерістер білдіреді. Жалпы 3-4 ноябрьде туылған адамдар сәттілікті көбірек сезінетін болады. Одан кейін айналаңыздағы адамдар өзгереді, жақын жерге жол жүресіздер. Айдың аяғында көңіл күйлеріңіз көтеріледі. Бала көтеруге өте жақсы ай. Мамандықты игеріп, жаңа бір мамандықты игеріп аласыздар. Өте ақшалы ай. Ақшалы болуға өте керемет ай. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.